Отбасым менің бақытым, отбасым менің шаттығым. Отбасым барда ешқашан үзілмес менің үмітім. Ойнатқан талай өттау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жан ұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз. Біз көктемгі демалысымызды тиімді әрі пайдалы етіп өткізу үшін қоршаған ортамызды, яғни табиғатымызды аялаймыз деп шештік. Және де, биыл Абай атамыздың туылғанына 175 жыл. Осыған орай біздің отбасы мүшелерінен өлең шумақтарын қабыл алыңыздар. Анеге өнеспас болса арқала, сені кірпіз дүниеде кетіген тауып арқала. 30-шы қара сөзі. Егерде мал керек болса, қолөнер үйренмек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал емеңді сатқан қазақтың сол бір Құдай тағала. Қолына аз-маз берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісіммен асы райым деп артық ісмелер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып өнер артық райым деп түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз мұзына мақтанып осы да болады деп баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Өлең сөздің патшасы, сөз арасы, қиыннан қиыстырар ердің асы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.